Сәлем достар, hi guys. Өткен видеода мен сіздерге ағылшын тілінде жиі қолданылатын сөздердің мағынасын талқылауды жалғастырамыз деген болатынмын. Бірақ бүгін бұл тақырыпты кішкене басқа бағытта алғым келеді. Сізге Илон Масктың 2026 жылы адамдарды алғаш рет Марсқа қондырамын деген уәдесі қызық па? Ендеше видеоны қарауды жалғастырыңыз. Себебі бүгін біз ғарыш саласымен байланысты жиі қолданылатын сөздерді талқылайтын боламыз. Ендеше бастайық. Ең бірінші сөз spacecraft. Қазақша аударған кезде мағынасы ғарыш кемесі. Мысалы, on the 2nd of December 1971, it was the first spacecraft to land softly on Mars. Бұл 1971 жылы 2 желтоқсанда Марсқа жұмсақ қонған алғашқы ғарыш кемесі болды. Келесі сөз to launch, іске қосу. The United Arab Emirates and China have also launched Mars missions in recent weeks. Біріккен Араб Әмірлігі мен Қытайда Марс миссиясын өткен аптада іске қосты, яғни Марсты зерттеуді бастады деген сөз. Одан кейінгі сөз to land, қону. SpaceX will land humans on Mars by 2026. SpaceX адамдарды Марсқа 2026 жылдары қондырады. Келесі сөз rover, марсоход. The rover will collect samples of rocks and sand. Марсоход тас және құм үлгілерін жинайды. Яғни жинайтын болады. Соңғы сөз solar system, күн жүйесі. Our solar system is made up of a star, 8 planets and countless smaller bodies. Күн жүйесі жұлдыздан, 8 планетадан және сансыз кішкене денелерден құралады. Бүгінге ғарыш саласымен байланысты сөздерді талқылауды осымен аяқтаймыз. Келесі видеода бұл тақырыпты жалғастыратын боламыз. Егер де сізге видео ұнаса, каналға жазылып, лайк басып кетуіңізді сұраймын. Thank you.